Бәріңе сәлем. Бұл шығарылымды және басқа да жобаларды Easy мобилді қосымшасынан көре аласыздар. Easy бұл сенің ойын-сауық операторың. Бір мобилді қосымшада эксклюзивті видеошоулар, подкасттар және тікелей эфирде үздік артистердің концерттерін көруге болады. Сонымен қатар радио, музыка және жүздеген фильм мен ойындарда осы қосымшада. Барлық контентті Қазақстанның кез келген жерінен көруге болады. Ал осының барлығы су тегін. Қосымшаны жүктеп, контент көру арқылы өзіңе бонус жина. Содан кейін бонустарды гигабайт немесе минуттарға ауыстыр. Қосымшаға тіркел, сәтті қаралым тілейміз. Аниме дүкен. Сәлем, бұл тағы аниме дүкен. Тағы. Ресми сөйлемей қой. Бұл тағы аниме дүкен. Бір біздегі көрермендер жалыққан болса, ары қарай жалға берейік. Аниме туралы қазақша бірінші подкаст деп мақтана береміз қайта-қайта. Өйткені қазақша подкаст онда болу керек ондай заттар. Бізде бүгін қонақта Қанай, біздің белгілі өте дарынды әншіміз. Және мен әрине Есболат, жалғас. Біз бүгін аниме туралы әңгімелесеміз Қанаймен. Кеттік. Аниме дүкен. Қанай келгенге рахмет. Қанша мен анау телевизор сияқты сөйлеп тұрсам да, оған қарама. Өзің қалай еркін сезініп тұрсың, солай сөйлесейік. Аниме көресің ба? Жалпы анимешникпін. Анимені қарағанды өте жақсы көрем. Қай жылы ең бірінші аниме көрдің? Ең бірінші көрген анимем ол 2013-те. Как раз сол Дастан ағамыздың қол астында жұмыс жасау келіп жатқан кезде легендарный ағам Айса ағам бар ғой. Таңдана саған қараймын дейтін ағам анимеге қызықтырып жүрген ең бірінші қараған анимем Наруто Удзумаки. Бәрі Нарутодан бастайды. Жаңағы бала Айса өте дарынды тоже бала. Ол манганы жақсы көреді оқыған, иә? Ол кезде манганы оқи береді. Манганы екінің бірі оқи бермейді ғой. Ол жерде бір сөз, екі сөзден. Анимеден кейінгі екінші саты ғой. Анимеден кейінгі өте терең жанкүйерлер ғана оқиды. Мен өзім әлі, менде бар көп кітаптар. Әлі қатты оқымаймын. Сол кеңес берген ғой саған, иә? Кеңес берді, иә. Содан кейін қандай Нарутодан бетіп өтіп кетті. Нарутодан кейін екінші қарағаным қайтып банально сол Атака титанов. Бәрі айтқан шығар онда өзі. Негізі айту керек болады, ол банально емес. Оның сапасы. Өте күшті. Кейін бір-екі сезон қарадым да, екінші сезонға сразу мен неге қосып кеттім, One Punch Man'ға қосып кеттім. Да? Ең кәдімгі потолок маған қатты ұнаған анимелердің бірі. Содан біраздан кейін пауза жасадым да, неге көштім. Андай жаңалық келді. Көптен бері қарамай қалдым. Аман Ерғазиев білесіз ғой біздің. Әйгілі аниме авторы? Білмеймін, кім ол? Аман Ерғазиев біздің. Аман ба? Аманчик ба? Біздің Аманчик. Бұл фамилиясын айтады да, мен үшін кейбір адамдар балалар ғой, Аманчик. Сол айтқан, қазір Кореяда Нарутодан кішкене рейтинг қатты көбейіп кеткен. Бірінші орында бұрын Наруто тұрған ғой, бұрын Кореяда. Содан кейін қазір бірінші орынға көшкен, не дейді? Жапонда да. Жапон тіліндегі нет вампирлермен төзі. Клинок рассекающий деп. Соны маған не істеді. Және Аман кеңес берді? Аман сол қазір күшті болып жатыр екен неде, Корея қаласында. Бірінші орынға шығып кетіпті Нарутодан дегені. Қойшы деп, Нарутодан бірінші орынға шығып кеткен аниме бар ма деп қарағам. Бір дақ анимен қараптан өте ұнады, жыладым, күлдім, эмоцияға берілдім. Қазір 5-ші сезон күтіп жүрмін. Қателеспесем 5-ші сезон ғой да, Шайнат. Қазір 5 болады, 5. Олар кино сияқты қылып шығарып кетті соңғы уақыттары, барлығын бірақ. Деревня Кузнецов, ол 4-ші сезон. 4-ші шығады. Сен өзің былай келбеттің характерің One Punch Man'ға ұқсайды екен. Шашы бар One Punch Man. Шашы бар бақта. Әлі шашың түспей Түрі дейсің. Бақта біз білеміз кім One Punch Man ұқсайды екен. Оны айтпай қойғатын десең. Аниме несі ұнайды? Неге аниме? Аниме ауырып қалған дейсің. Маған ұнайтыны не береді жаңағы. Ол андай нәрсені біліп тұрамын да, түбі жоқ персонаждар ғой өмірде, жоқ персонаждар, бірақ алатын, жеткізетін нәрсесі, мотивацион нәрселері өмірден алынған кен көрініп тұрады.
білмеймін, бұл болады ғой, бір өмірде алынған бір қиыншылық көрген баланың немесе андай мақсатына жете алмай жүрген адамдардың бір мақсатына жеткен нәрсесін көрсеткізеді, жолда сынбау керектігін нәрсені көрсетеді, жаңағы қиыншылық болған кезде сабыр сақтап соны жеңіп дәлелдеу дейтін нәрсені көрсетеді. Сол нәрсесі ұнайды маған. Сосын екіншісі маған спецэффектлер ұнайды. Сосын үшіншіден ұнайтын саундтректер ұнайды маған әсіресе. Бәрін айтып бәрі тастады. ұнайды екен. бүкіл ұнайтын затты айтып тастады. Болды. Сау болыңыздар. Қысқаша, ең қысқа подкаст болды. Все, рахмет. Мынандай нәрсе негізі мен айтқым келіп отқан жалғас. Бізде мен өзім әріптесім ғой. Қанша енді қазіргі не ғой? Қазіргі буын. Мен білуімше аниме көретін адамдар сирек. Әншілердің арасында, иә. Бұл жерде әншілерде уақыт әрине бар, бірақ та білмеймін, көбісі аниме қарамайды. Енді жартысынан азы бір 3-тен 4-тен 1 бөлігі қарайтын шығар. Сол үшін мен өте қуаныштымын, бұлай әріптесім кездескен кезде. Содан кейін әрине бізде мынандай не бар? Қазір дамып келе жатқан музыка бізде тәй-тәй өте жақсы дамыды осы соңғы жылдар. Ол енді әрине өте дарынды балалардың арқасында шыққан. Мен ойымша, мен соны сұрақ қойым келді, өзім бүйтіп бастайын. Мен ойымша, адамдар біз орда бастаған кезде де болды, әр кезде болды, бірақ та бір батылдық па бірдеңе жетпей тұрған шығуға. Бір сенім ба сондай жетпей тұрған сияқты. Қазір осы бір 2 жыл бұрын мынандай өте музыканың өзгеруі, күрт өзгеруі келді Қазақстанда. Заманауи музыкалар жақсы әдемі. Маған деген мен санам бойынша сапалы музыка келді. Соның менің сол себебі ойлаймын, бір сенім пайда болған сияқты. Қалай ойлайсың, неге музыка өзгеріп кетті? Сен музыка өзгеріп кетті деп ойлайсың ба өзі? Иә. Мана жаңада көп сіз сияқты үлкен буынды ағаларымыз айтады ғой, мана айтып отқандай жаңа толқын келді деп. Сол себепті көбісін айтады, жаңағы бізден кейінгі поколение сіздер жақсы жеткізіп жатсыздар. Жақсы жеткізіп жатқан халыққа осындай бірінен кейін бірі хит болып жатқан әншілердің бірде-бір себебі қазір Қазақстанда жастардың көптігі деп ойлаймын. Иә. Жастардың, ол кезде жастар болды ғой, ол кезде де, бұрында да. Қазір жастар сол басты көтерді ғой. Иә, жастардың тыңдармандардың көпшілігі деп ойлаймын. Сіздердің кезіңізде дискі, кассета сондай болды да. Қазір интернет әрбірдің қолында, кішкентай балаға шейін қолында. Мүмкіндік. Oppo мен, Samsung пен, болмаса көреді деп ойлаймын. Бір жағынан қарайтын болсақ, аға ұрпақ деп айтын. Аға ұрпақтағы уақытында бізде ақпараттық кеңістік Ресейге тәуелді болды. Ресейге жалпы Ресей мәдениетіне, Ресей эстрадасына көп назар аударды. Раньше туралы айтатын болсақ. Ал қазіргі жастар 2000-нан былай қарай қалайды деп айтайық. 2010-нан бейби бумерлер, жоқ, туғандан айтып отырмын. Былай қарай туғандар, олар өте көп. Бізде 2000-нан былай қарай туу саны өте көбейді. Саны жалпы көп па? Жалпы туу саны өте көбейді Қазақстан. Бүкіл әлем бойынша ерекше прецеденттердің бір. Қазір өте көп балар. Оларға сосын тегін интернет. Тегін емес, безлимит деп айтайық. Лимиті жоқ интернет, қолдарында телефоны бар, мобильді интернет дейді. Шексіз мүмкіндік. Екеуі қосылған уақытта комбо болу. Комбо. Сөйтіп жая сияқты, наруто сияқты бірдеңелерін істеп кетеді. Екеуі қосылса сосын қандай сияқты әншілік пайда болады. Пожалуйста. Осымен бітті. Қайта бітіреміз. Тез бітірсе. Жалпы негізі енді бізден кейінгі, мысалы өзіміздің мана Калифорния, Тұрар сияқты өзіміздің мана замандастарымыз отырып қалған кезде ойланамыз ғой, ертең бізден кейінгі поколениеға Орда тобы сияқты, Музарт ағаларымыз сияқты үлкен ағалар ұқсап, өзімізден кейінгі поколениеға совет беріп отырамыз екен деп өзіміз күліп арамызда ойлаймыз да. Аллаға сол күнге жеткізейік, сол күнге жетейік деймін да. Енді біз сіздерге қарап өстік қой,
сіздерге қарап өстік, сіздердің бойларыңызбен келе жатырмыз, Аллаға шүкір. Қалай айтсам болады, өзім сезімді айтып кетейінші осы жерде пайдаланып. Ең бірінші мен өзім негізі ең бірінші музыка дейтін нәрсені мен анамның бесік тербетіп жатқан кездегі сол кезде білдім, что такое музыка дегенді. Ыңылдап отты да, інімді тербетіп отты. Мама, не айтып жатсың? Өлең бұл, ән, бесік жыры деген сияқты деп айтты да, деп содан кейін сол кісінің андай айтқанын қайталап, содан кейін ең бірінші живой музыка тыңдағаным мен не болған? Геркулес дейтін мультик болды ғой. Мюзикл да, сол кезде нақпалды, деп айтқандары білесіз, төрт қара нәсілді әйел шығып айтады ғой. Сол үстім түтіркен дейтін, әлімге шын білемін бұл саундтректі мен. Сосын Майкл Болтон дейтін, соның әні ғой, сол кезде жылағам сол кісінің, ойбай, оны қалай айтады. Я иду туда дейтін. Біз әртүрлі аудармамен көргенбіз. Сол кісінің көріп қалдым, ол кезде қазақша ән тыңдамағам. Іші ең бірінші музыка дейтін тыңдағам, сол Майкл Болтон тыңдағам ғой, ең бірінші. Мен содан кейін барып, сосын қазақша әндер тыңдадым, неужели Қазақстанда Майкл Болтон сияқты айтатын әнді жоқ деп бар ғой, сондай гармониямен айтатын әншілер жоқ деп көп ойлайтын едім. Сол күні ең бірінші, білмеймін ол кезде андай дискіден ба, бірден тыңдап қалдым, флешкіден ба, сіздердің өлеңдерді тыңдап қалдым ең бірінші. Орданың Қашқын дейтін өлеңін тыңдап қалдым. Қашқын сирек дейтін. Мен үшін зырып музыка болды. Мұндай группа бар ма не деген сияқты. Оның алдында Музартты, Қайрат Нұртасты тыңдап қалғансың ғой. Басқа қазақи әндерді күшті да. Бірақ андай гармониясы бөлек, сіздер енді шетелге жақын енді сондайсыздар ғой. Сол кезде ойлап қалғам, мұндай сіздер туралы не істеп, ол кезде мана нені тыңдадық, белгісіз жанды, бәрін тыңдадық та. Сөйтіп өстім деп айтатқаным ғой, өзімді сезім. Бәрі мультиктен басталған екен. Бәрі мультиктен басталған. Өте әдемі, анасы, бір үлкен әлемдік әншілер, содан кейін ұрда десің. Ал анимедегі музыка әсер етті ме бірдеңеге? Анименің музыкалары, саундтрек деп айтып қалдым ғой. Саундтректер өте қатты әсер етеді, потому что білмеймін, олардың да тоже андай кәрістердің андай пианино ойнаулары, әнді жеткізу гармониялары өте ерекше ғой, андай жұмсақ, күшті жеткізеді. Сезімтал, сол себепті ұнайды маған саундтректер. Негізі күрделі сұрақ деп ойлаймын. Анимеде қазір дүние жүзінде аниме музыкасы өте дамып кетті. Мысалы, әйгілі анимелер, үлкен касса жинайды анимелерге, дүниежүзілік ең мықты әншілер, музыканттар музыка жазады, сол жаңа OST-сін. Сонда қазір мысалы жаңағы Marvel, DC-дің киноларында жазған сияқты музыканттар анимеге де жазады. Қазақстанда аниме сияқты туындылар, үлкен туындылар болып жатса, Қазақстанның музыкасы дайын ба соған? Қазақстанның музыканттары жасаған сондай бір авторлар. Мен ойымша дайын емес деп ойлаймын. Потому что кешеде Ербат ағаның берген подкастында айтады ғой, жаңағы мен рокты жеткізгім келеді деп айтады ғой. Казахский рокты жеткізгім келеді дегеннен кейін, содан кейін түсініп қалдым да, анименің бір 100%-тен бір 80 әрі кетсе 90%-тері рок қой. Иә. дейтінде рокқа жатады да, кішкене әдеміліп та. И ондай әншілер жоқ деп ойлаймын Қазақстанда. Мысалы, жоқ сияқты деп ойлаймын. Тыңдамадым ба, мен бірақ естіген жоқпын. Уровень, точнее. Ондай жоқ. Ондай жанр әлі дамыған жоқ. Шығарған адамдар бар әрине. Обычный, мысалы, қазір қазақстан киноларда да андай дирижермен ойнамайды деп ойлаймын киноларда. Вот сондай сұрағым негізі сонда болған. Мысалы, кезінде осы 23 жылы қайтыс болған композитор бар, жапондық, өте әйгілі Рючи Сакамото деген. Ол кезінде бастап, қазір әрине Джо Хисеиши, солар әлемдік деңгейде музыка жазады. Жаңағы Джон Уильямс, Исаак Перлман сияқты, анау Спилбергтердің киносына, солардың үлкен киноларға, Ноланға жазады, жаңағы Марвелға да жазады. Марвелға да сонда негізі үлкен атаулар жазады. Сонда мысалы
Жапонды алып қараған кезде олар бір үлкен енді рынок нарық дейміз ғой, нарықта отырған жоқ. Жай бір мысалы қателеспесем Миядзакидан бұрын бір мультфильмге жазып бастаған жаңағы Хисаиши. Сосын Китанадан да бұрын, Китананың өзі бір басқа кісілерін қарап қалған ғой Хисаишиді. Сол сияқты жаңағы Сакамото сияқты сондай үлкен алып музыканттар бір кішкентай бір өз достарына ма кішкентай жерден бастаған. Олардың енді жаза алатын, олардың дарыны енді ерекше. Мен айтқым келгені үлкен нарықтың керегі жоқ сондай адамдар пайда болуына. Жаңағы анимені түсіретінде, жаңағы музыканы жазатында адамдар шығу үшін үлкен нарық қажет жоқ деп ойлаймын. Өйткені кезінде мысалы анимені алып қарасақ, ол тек қана елдің ішіндегі не болды ғой, культурный бір ерекше өзінің ішіндегі нарыққа айналып жүрген өздерінің бір ерекшелік несі мультфильмдері. Одан кейін бар әлемге тарап кетті, өздерінің соншама сапалы болғандықтан, соншама қызық болғандықтан. Сол кезде бұрында мысалы жаңағы Sailor Moon'нан бұрын мындай сондай сапасы төмендеу, бірақ өздеріне арналған сондай аниме көп болған Жапонда. Сонда да музыкалар ерекше сондай. И сөйтіп сол кезде дамыған музыка. Бізде Қазақстанда біз әр неде осы түсірілімде қонақтардан сұраймыз да, Қазақстанда қашан сондай бірдеңе дамып кете ма деп үмітіміз бар да. Сен музыка жақтан шығарсаң мысалы. Оған білмеймін енді нақты дамитын шығар деп ойлаймын. Пока емес сияқты, әзірге емес сияқты меніңше. Мен сырт көзді айтайын. Музыкаға қатысы жоқ адам. Тренд деген нәрсе бар да. Бұрынғы жылдармен салыстырған кезде музыка былай дамып бара жатыр да. И басқа салаларға қарағанда әлдеқайда жылдамырақ дамып бара жатқан. Мысалы кинематографиямен салыстырғанда жылдамырақ дамып бара жатқан сияқты. Болмаса кітап шығару саласымен салыстырғанда жылдамырақ дамып бара жатқан сияқты. Сондықтан тренд жоғары қарай өрлеп бара жатыр. Сол бір моментте жаңағы өзің айтқан дамыды деген нүктеге келетін шығар мүмкін. Жаңағы түсінбедім. Әлемдегі музыка ма? Әлем емес, мен Қазақстанда айтып отырмын. Қазақстанда музыка дамып бара жатқан сияқты жоғарырақ, басқа жанрлық әртүрлілік, орындаушылардың сапасы, әндердің сапасы, клиптердің сапасы жоғарылап бара жатыр. Оның себебі неге музыка жаңағы кинодан, кітаптан неге музыканы таңдау? Жалпы музыка енді массаға, көпшілікке бірінші жететін ең алғашқы мәдени өнім. Сол себепті бірінші болып музыка дамиды деп ойлаймын. Музыканы сосын киноға қарағанда өндірісі оңайырақ, азырақ уақыт алады. Шарт түрде клипті түсіру азырақ уақыт алады. Сосын кітапқа қарағанда жылдамырақ жазылады. Сонда жаңағы біз өзіміз есімізде MTV бар, анда-мындайсы бар. MTV-де мысалы біз өткенде айттық қой, экспрессионизм қалай дамыған, анда-мындайлар қалай пайда болған деп. Сонда Америкада, жаңағы батыста, басқа дамыған елдерде клиптер өте әртүрлі болып, жаңағы эксперимент жасайтын, режиссерлар. Сол кездегі клипмейкерлерді қазір білеміз, үлкен әйгілі режиссер болып кеткен. Сонда Зак Снайдердің өзі клипмейкер болды. Нолан да клипмейкер болды. Сонда біз как раз сол жаңағы біз үміттенсек, музыкадан кейін ол ертіп басқаларды дамытады. Әрине. Клиптен кейін енді кинолар дамиды. Жақсы клипмейкерлер түсірген кезде бізді Айсұлтан клипмейкер болып бастады емес пе? Енді қашты түсірді, қаштан кейін ұсталдың деген. Сондай кино түсірді. Ал біз біраз тақырыпты қозғап бердік. Өзім музыка туралы. Музыкасы ең сәтті шыққан анимелер. Музыкасы өзіңе ұнағандары бар ма? Өзіме ұнаған қайтып келіп Наруто. Жаңағы айтқан Наруто ғой, жаңағы. Жоқ, ол жын емес пе? Қайсы? Жаңағы бірінші айтқан. Наруто ғой. Наруто. Мен сол Наруто көрмедім, бірақ та осы әнді естіген көп естідім. Өте әйгілі ән, Өте басында шапкасында жүреді ғой. Бұндай бұндай нелер бар да, ерекшеліктер бар да, жапондықтар
енді әрине олар жарайды дамыған елде дамыған музыкада сондай бір мүмкін керемет мелодия ойлап табатын адамдар бар шығар, бірақ та бұндай мелодия әркімнің құлағына ілініп қалатын, сондай шықса менің ойымша күшті болады. Әрқандай жанрды дамытып кете алады ол. Негізі бар Қазақстанда, просто тыңдарманы аз болып тұр. Мысалы рокты дамыту үшін онда бір әдемі мелодия жасап, соған рок андай сүйемелдеп жасайық. Тыңдарман қанша болу керек даму үшін? Өте андай не сұрақ қой, трикстер сұрақ қой. Бізде енді андай ғой, көбісі енді ашық айта берейін. Тойский әнін тыңдап қалған. Тиктокта қарасаң сондай бір айтпай-ақ қойын, бір онша емес адамдардың видеосын қарайды да. Адамдар сонасына комментарий жазған жақсы көреді. Сынаған бет басына бір сөзім айтқанда, біздің грубо айтқанда басына шыққан прикол ұстаған жақсы көреді ғой. Бар негізі, бірақ тыңдармандар аз. Жалпы творческий мана айтып отырмын, саундтреки жазатын әндер бар, негізі бар, просто тыңдармандар аз. Тыңдарман аз болғаннан кейін барып оларға шабыт келмей ма? Нақтырақ айтсақ, тыңдарманның тұрысы, жөні түзуі жоқ дейсің ғой. Иә, олар андай мысалы қазіргі әншілер дейтін андай тиктокта әні хит болып кетеді, стадион жинап атады, республика сарайында концерт өтеді. Ол кісілер шағын осындай жерлерге береді да, 50-ге жақын 60 адамға деген сияқты сөйтіп береді. Мен ондай кісілерді білем. Сапалы музыка жасайтындар. Сапалы, иә. Нормально, неге тыңдармандар келеді. Дейтін емес, олар күшті. Әдемі творческий әндерді тыңдайтын адамдар сөйтіп сондай не жинайды, аудитория жинайды өздеріне. Балқия деген бір партия. Партиялар енді олар енді таза тойскилер ғой. Әрине әр мысалы бір дамудың бірден бір себебі әртүрлі ұсыныс берген кезде, мысалы музыканы алып қарасақ, рок, классика, жай музыка, тез музыка, билит музыка, әртүрлі жақтан бәрін ұсынған кезде адамдардың талғамдары көбейеді ғой. Көздері ашылады біраз. Бір бағытта бір соған қадалып қалсақ, сол дамуға біраз әсер береді. Кері әсер береді. Біз оны әрине біз былай тез ойлап тауып түсінген жоқпыз. Сол өмір көрсетті ғой. Бізде қаншама бағытқа ән айтқымыз келді. Жаңағы Қашқынның өзі шықты да қоя салды. Сұраныс жоқ. Ондай әндерде. Мысалы, бұндай әсер алған адамдар өте аз. Бір әсер алған адам отыр ғой қасымда. Соның өзі, сол жаңағы әннің шығуы себебі бекер емес деген. Иә. Сержан сол қанайды шығару үшін жазған ғой сол әнді. Құлағына жету үшін ба? Ауылда құлсарда жүргенде. Әйтпесе қанай қазір басқа бір жұмыс істеп жүрші. Ой, біз не жұмыс жасадық ағым, бақтыда жұмыс жасадық. Каска заводта тұратын едім, каска киіп алып бүйтіп. Ол кезде шынымен де теңгесі натуре, шынымен де бір сөзбен, шынымен де аниме болды ғой. Оның қарайсың, ойланасың ғой, андай бүйтіп батқан тұрбалар бүйтіп кетіп атады, адам бүйтіп тұрбалар кетіп атады. Ойланып кетесің, оны не деген мый деп. Сен сонда қанша жаста болдың бақтыда? 18 жасында болдым. Мектептер сабақта кетіп қойған. Иә, сразу. Бізде батыста бір Құлсар дейтін жердің примерно 100%-тен 70% вахтовиктер ғой. Бәрі 15 күн бір ай жұмыс жасайды да, соны да көріп қайттық. Аллаға шүкір. Сол кезде ғой мен заводта жұмыс жасап тұрған кезде парсат звондайды маған. Осылай Орда тауындағы Дастан Оразбеков даусын атып қалды. Проект жасайын өтіп келді да, примерно бір жарты сағат ойландым да заводтың ішінде. Еще очкиім бар етіп келген. Еще бетім қап-қара болып қойген, тек очкиін шешем очкиін. Анимедегі сюжет қой. Бүйтіп загар қалып қойған, бүйтіп ойланып тұрдым да. Нурик дейді ғой енді мені. Нурик сен басын жасай ма? Орда тауындағы Дастан шақырып отыр ғой сені дедім де. Сразу жұмысқа бардым да, заявление жазып, жұмыстан шығам. Мам, пап, мен кетіп баратын, шақырып жатыр деді да. 20 жасымда деп Алматыға келдім ғой. Сен жаңағы вахтада заявление шыққан кезде жаңағы бұрында айтқың келген затыңды сезім келді ғой, кететін. Жаңағы Нарутоның на деп тұрбалардың үстінен бүйтіп жүріп, билеп, бүйтіп жүгіріп та. Тұрбалардың үстінен бүйтіп жүгіріп. Тайғып кеткен шығарсың. Күшті. Негізі бұлай
мынандай әртүрлі бізде мысалы аниме жоқ дейміз ғой, әлі дамымаған анимация дамымаған дедік қой. Кино дамымаған мысалы дұрыс жағынан. Сюжетті әр жерден табуға болады. Мысалы, жаңа вақыт айтып тұр ғой, 18 жастағы бала, көзілдір киген, қап-қара, трубалардың арасында жүреді. Мысалы, Қолсары деген аниме, иә? Вақытта кеткен кезде тек қана әйелдер қалады. Соның ішінде әйелдерде вақытта кететін бар, иә? Адам аз болып қалады. Сонда сол қалатын адам не істейді? Ана жаққа баратын адамдар не істейді? Гуррен Лаген деген не бар? Аниме бар. Көрмеген болсаң көр. Ол жақта шахтерлар сияқты андай не бар да, жердің астына кіріп кетеді. Өйткені жердің үстінде бір үлкен соғыс болған, сондай жердің үсті өмір сүру мүмкін емес сияқты, қауіп бар бір адамдар жаулап алған ба. Сонда астына өмір сүреді көбісі. Сонда жаңағы киінгендер, жаңағы шахтерлар, жаңағы нефтяниктер сияқты. Гуррен Лаген негіз нағыз жаңағы біздің батысқа ұқсайтын жарасатын аниме негіз. Соны қарап көр. Ол жақта бір әдемі қыз бар, андай алыстан ататын снайпер. Сосын жаңағы каска киген бір бала бар. Гуррен Лагеннің ерекшелігі жаңағы жердің астында өмір сүреді қазады ғой, бұрғымен. Сонда бұрғымен жүретін машиналар бар, тез жүреді. Күшті, сапасы жақсы аниме. Соны есіңіз түсіп кетті ме? Сол есіме түсіп кетті, айтып отқан кезде қазір киімнің өзі андай бір вахтадан келіп жатқан. Қара, вахтадан қанай кетті. Бірақ вахта қанайдан кеткен жоқ. Шыққан жоқ, әлі вахта қалып қалған сенің миыңда. Тағы қандай аниме көрдің? Соңғы көргем не? Клинок, то есть не, магический битва көргем. Магический битва көрдім. Джуджутсу Кайзен. Соңғы көргем. Вот сол кезде новый не келатыр деп ойлаймын. Кәдімгідей саундтректер өте күшті. Не үшін саундтректер өте күшті? Потому что оның ішінде персонаж бар. Гитарамен шығатын шалбар ғой бейті. Оның әлі несін көрсеткен жоқ. Истинный күштерін көрсеткен жоқ. Бірақ мен ойымда қандай оның мықты дейтін, патолог дейтін күші болады ғой енді. Қандай өлең істейін жатыр. Пространствосы. Білмей тұрмын андай. Өзінің пространствосы қандай. Мен соны әлі бастаған жоқ. Магический битваны. Магический битваны да тағы сондай бір не бар болады. Магический битваны бір дыханиемен қарап тауып Иә. Қанша серия? 26 екінші сезонда, 20 шақсы бірінші сезонда, 24 екі сезон ғой өзі. Екі сезон ба? Әлі шықпай ма? 50 шақты серия. Енді шықпай ма тағы? Шығады жалғасы. Енді шығып жатқан не? Сосын анимеде сосын не да көп последний Нарутодан көбісі Нарутодан ұрлайды ау деп ойлаймын. Идея ма? Идеяны. Потому что қарайтын болсаң, как всегда, 3 персонаж, біреуі қыз, Сакура, біреуі Саскеге ұқсайтын біреу, екінші Нарутоға ұқсайтын біреу. Не екен? Нарутоға ұқсайтын қандай аниме? Нарутоға ұқсайтын последний сол мана не? Магический битва. Үштік бар. Сосын тағы ұстаз бар, қасында жүреді. Саске бар, таптаза Саске. Сакура, кімет, Итачи, той. Клинокта да үшеу ғой. Клинокта да үшеу тоже. Қарындасына айтпаса үшеу ғой. Клин сондай бір 3 персонаж бар. Байқайсыздар ма? Иә, күшті. Бірақ та ол жақта нейді, жаңа кинематография, жаңа анимацияның жасайтын сол авторлары достықты көрсеткен кезде үшеуді көрсетемем деп тұр. Үшеуді қолданады, өйткені екі бала, екі ойлы болып қалған кезде олар көбінесе төлісіп қалады. Сосын оларды қосатын біреу керек. Әртүрлі соның себептері бар, сондай үшеу болатын. Бірақ ана магический битваның жазып отқан сценаристі тоже не екен? Жүрегі жоқ адам екен. Кім Игра престоловта ұқсап өлтіп тастай бере ме? Да, байқайсыз? Иә. Күтіп отқан өзің үміттеніп жүрген персонажын айырып қаласың. Жақсы нелеріп өліп қалады. Игра престолов сияқты. Игра престоловта аямай өлтіре береді бәрін. Қорқ деп білесіздер ме? Маған Игра престоловта қатты ұнаған не бар? Крабовые свадьбы дейтін. Иә, 3-ші сезон. Ойбай. Ең басты кейіпкер деп ойлап келатқан адам дауыс тастайды оған жерде. Мә, деп қаласың. Дәл сол сияқты. Ол жақта маған дәл сол несі сериясы ұнады. Соңғысы соғыс ұнады. Ұзақ соғыс. Айдаһармен төбесіне бүйтіп не алатын ба драконмен? Жоқ, ең соңғы ұзақ соғыс. Соны көрдім ғой. Қырылысатын. Ну, российский аниме көрдіңдер ме?
Жоқ. Слово пацана деген жақсы аниме десе. Слово пацана оның сонда әйгілі болып кетті, аниме шығатын шығар сонда. Ол меніңше оны көрген адамдардан гөрі ол туралы әңгіме айтатын адамдар көбірек сияқты. Көрмей әңгіме айтатын. TikTok-тың әсері шығар мүмкін. Онда тоже бір дыханиемен қарап салады. Көбісі татар балалар ма сондай айтып. Жалпы Қазанда болған оқиға, Татарстанда болған оқиға. Содан кастингті содан алған шығар. Бас кейіпкердің біреуінің несін көріп қалдым. Татарша сөйлеп тұрған. Қазақша өте ұқсайды екен. Иә, ұқсайды ғой. Саундтрекі де татарша ғой. Анау Пиала деген. Бүкіл орысша түсінетін деп айтайықшы, елдердің бәрінде чартында бірінші орынға шығып кетті жаңағы. Пиала деген. Орысша түсінетін емес, бір какой-то жаңағы Apple Music емес, бір какой-то нелерде чарттарда бүкіл әлемдің чартында сол жерде бірінші. Әлемді білмеймін, бірақ Ресейде, Украинада, Қазақстанда, Қырғызстанда, Өзбекстанда, Грузияда, осы елдердің бәрінде бірінші орынға шығып. Иә, бірінші орынға шығып. Менің ойымша, оның себебі әрине бір түрткі болды, бір трамплин сияқты болды жаңағы сериал, бірақ та жаңағы өз музыкасы сапалы. Иә. Әуен өте жақсы ойылып табылған, өте жеңіл, бірақ та жеңіл өтеді, бірақ та билетеді. Сосын қозғатады, адам қозғалтырып жібереді несі мелодияның өзі. Әлгі Айгел деген әнші, татар қыз, Татарстанның әншісі, Ресейдің әншісі. Сол Дудьқа сұхбат берді ғой. Иә, мен сол 2 апта бұрын ба жариядан. Дудьтен бұрын алдында көргім басқа неден. Мен сол Дудьқа сұхбат берген кезінде ғана көрдім. Сол кезде сол татар мәдениеті, татар тілі, татарша әндер туралы әңгіме айтады ішінде. Бір үлкен енді көпшілікті дүрсілкіндіретін бірдеңе туынды шығу үшін керемет нарық керек жоқ. Татарстан деген не? Әрине бай. Бай өңір. Иә. Бірақ та мұнайға бай ғой біз сияқты. Иә, біз сияқты. Сол баяғы сол. Ұқсайды біздікіне. Негізі мұнайда бір не себеп бар сияқты. Өйткені баста өте дарынды балалар бар. Ана жақта мұнай құнарлы болып тұрған жерде. Зауыттан шығатын түтінмен химиямен араласып. Бұл кездер мұнай ішетін шығарсыңдар. Вокалға барған кезде тамақты күнде таңертең ашқарған. Тамақты шайып. Негізі зиян бізге. Зиян ба? Иә, Құлсарының примерно біздің Құлсардан бір 2 сағаттық жерде тұр ғой завод дейді. Әлемді асырап отқан. Бейсіздік иә Құлсарын несі. Бізде сосын көбісі ауыратын, сахармен ауырады бізде. Иә, диабет. Давлениесі. Сосын жоқ дегенде патолог ракқа барады ғой. Бірақ көшіп кетеді бірақтан көбісі. Бірақ енді жағдайы жоқтар тұрға тұрсын. Жағдайы жоқ деген емес енді. Көшкісі келмейтіндер. Мысалы мен ата-анамды айтамын, Алматыда көшіп кетейік десем, жоқ үй сол атыраудан салып алып беретін болсаң деп сөйтеді. Үйрен қалған. Не үшін десе, олар мына жаққа келсе танитын ешкім жоқ. Ана жақта үйрен қалған. Ең қалып қойатын сияқты ма? Құлсарда ма әлде атырауда ма? Құлсарда. Құлсар мен Атыраудың арасы қанша? 2 сағат. 2 сағат жол. Құлсарда кішкентай, бірақ бай. Иә. Алтынның үстінде өмір сүріп Сіз келдіңіздер ғой концертпен. Біз келдік, иә. Бірақ та бай дегенде Қазақстанның көзқарасы бойынша бай. Иә. Егер басқа ел, шетелде, Эмиратта, Америкада сондай үлкен мұнайы бар жер болса, қала болса, онда байрақ болар. Онда байрақ болар. Сөйтіп, жайлап саясатқа қарай. Ол басқа подкаст десең. Жерде айтпақшы, монтажда маған береді. Қай жердің қиюға. Өзім дұрыстап қоймын. Қалдыруға болады негізі. Мынандай әңгімеден қайтадан қалдырып қоюға болады. Бітті айттық па тек. Әлі тиіп те үлгерген жоқпыз. Неде сонда сен өзің қазіргі музыкаң туралы айтшы, мынандай бір сұрақ қояйын. Сен музыкаңды қандай киноға бересің? Не туралы киноға бересің? Қандай киноға жарасады, музыкаң қандай? Берер едің ба, әлде берейін деп жатырсың ба? Берер едім. Беруге де болады. Не туралы сенің әндерің? Потому что мен қазір последний альбом алғысы 22 шығады. Айтып кетейін. Болады ғой? Иә. 22 шығады. Жарнама тайм. 22 альбом шығады. Аты қалай? Альбомның аты The End. The End. Бастамай жатып, соңын бітіріп қойған. Сен бір сақал өсіріп бітіріп тастадың ғой. Сондай альбом жазып жатырмын. Жылдың қорытындысы деген ғой. Жылдың соңын бітірейін деген сияқты. Потому что бірінен кейін бір шығып кетті, кішкене андай
планы шығып жатыр әндер. Осы дұрыстап бітіріп, келесі жылы дұрыстап шығарайын деген ғой. Потому что мен продюсерден кетіп қалдым. Андай не болып кетті. бір шығармашының бір бөлігінің соңы ма былайша айтқанда? Иә, жылдың қорытындысы ғой, бір сөзбен айтқанда. Потому что менде не айтайын өтедім. Сіз сұрақ қандай берді, ұмытып қалдым. Қандай киноға берер едің? Қандай мелодрамаға беретін едім. Мелодрама? Махаббат туралы. Әлде сенде жаңағы күй табақта бәрін сондай более соған жақын кішкене. Сондай өлеңдерге, романтичный әндерге жақын саундтректер. Драмаға бересің ба? Өйткені мен анан айттым ғой, кішкентай кезімнен саундтректі естіп өскеннен кейін саундтрекке әндер жазған жақсы көремін. Болды ғой, дұрыс қой. Өзім жақсы көремін. Білесің ба, мысалы Қазақстанда саған ұнайтын режиссерлар, кинолар мүмкін бар шығар, мүмкін жоқ шығар. Маған ұнайтын кино. Сол киноны түсірген адамға бересің ба деген сияқты ғой. Мен оны кішкене еске түсіру керек қытты. Бұрынғы кинолар жоқ, қазір қайтыс болған режиссерлар. Тоже махаббат туралы ма? Или любой ма? Жоқ, мысалы сен өзің айтып отырсың ғой, өзің мысалы қандай киноға берер едің деген сияқты. Егер жарайды режиссер қазіргі ұнайтын кино еске түспесе, романтизация дедің, иә? Драма. Әнің не туралы? Әнім махаббат. Жоқ, махаббат туралы болғанда, махаббат деген үлкен бір сөз ғой. Альбомның несі ма? Мағынасы ма? Сөзінде мысалы қандай оқиға бар деген сияқты. Сөзін еске түсір. Бір әнім ішінде клаустрофобия дейтін нем бар. Потому что мен махаббатқа мен уже қорқып қалғанмын деген сияқты. Клаустрофобия бар менде, махаббат деген затқа. Фобияның аты махаббат, иә? Мен фобиям, махаббатқа деген фобиям бар деген сияқты бір ән бар. Там мен жеткізем, типа, сол мен ауырып қалдым, махаббат деген нәрсемен. Ең соңында, типа, якобы махаббат емдейтін поликлиника барып тұрмын, кезекте тұрмын немен, талонды алып. Клипі бола ма? Клипі бұйырса түсіріледі. Сонда жаңа фобиялардың ішінде сен нақты клаустрофобияны алдың, сонда махаббат сезімі саған қазір бүйтіп қысылып? Жоқ, қысылғам кезінде. Қысылдым, кейін емделдім деген сияқты жеткізгім келіп тұр ғой. И қазір новый махаббат менде, жаңа сезім, емделдім. Фобия жоқ деген сияқты. Жалпы енді сол қазір бәрі қызық теңестіру. Махаббат қой, енді бәрі жаралады. Түбі сол махаббат туралы ән шығарады ғой бәрі. И сол сезім жеткізгім келгені ғой, мүмкін біреуге тоже депрессияда жүрген біреу шығып кететін шығар, махаббатпен ауырып жүргендері шығып кететін шығар содан деген сияқты бір ниетпен шығарған. Ол да жаңағы кімнің, Макото Синкайдың нелері, әйгілі анимелер көп да осындай тақырыпта, олар жақсы түсіреді ғой. Нағыз мысалы қазір TikTok, қазір социальный сет әлемі ғой, әлеуметтік желіде бәрін жасауға болады. Ешкімнен авторлық құқық сұрамай-ақ. Өзінің әндеріңді бүйтіп аниме қосып шығара берсе, әйгілі анимелерге қосып, мағынасы әдімінде келіп тұр ғой. Мен бір рет біздің тағдырды неге қосқам, жаңағы сад изящих слов. Садыдан түсіп, мұғалімға жүгіріп келеді ғой бала. Мұғалім кетіп қалады, бала жүгіріп келіп екеуі құшақтасады ғой. Әлде бала кетіп қала ма? Әйтеуір бүйтіп екеуі садың үстіне бүйтіп қатты драма сахна болады. Сол жерге тағдырды қосып қойғам. Күшті келді әйтеуір. Сосын сіз тоз бір нәрсені салдыңыз, или аман ба салған? Молданазардың несін бір ән человек болып когда аман шығар. Не істейді ғой бүйтіп. Құтқара алмай қалады ғой, сол жерде күшті жатып қалған. Сол айтып тұрмын ғой, сөйтіп істей беруге болады. Біз ақша тауып жатқан жоқпыз ғой. Саунд режиссер функциясын атқарып кетті. Иә, кейбір киноларға қарайсыз ғой, қойып білмей ма, или нелер, композиторлер, или киноны дұрыс түсінбей ма. Бізде қазір қарап отырсаң, бәрі комедия болып кетті ғой. Аниме деген. Жаңағы кейіпкер, иә? Сен айтып отырсың ғой, Нарутоны келдірдің, Нарутоны өзінің келдірдің, Жостарын келдірдің, Сайтама бар ішінде. Сен өзіңді қандай кейіпкермен салыстыра аласың? Именно қай неде? Өзің қайсы болсын, жаңағы Эрин болсын, Титандағы, Клиноктағы Танжиро болсын, Нарутодағы Сайтама, Саске болсын. Жоқ, мен One Punch Man'дегі кім болғым келді? Сайтама болғым келді. Сайтама болғым келді?
ұнайтын. сол айтып отыр ғой осы келген кезде айтқанға сразу ұқсап тұр деп. Сен лапша жейсің ба? Лапша жейміз. Ереже бұзатындығы ұнай ма? Мысалы ешқандай ережеге бағынбайтындығы ұнай ма? Ну, Сайтама несі ұнайды деген? Сайтаманың несі? Пунктуальности жаңағы болады ғой. Уақытылы келеді, күшті, красавчик қой. Андай не ұстазын тыңдайтыны, үйренгісі келіп, жаңағы атам істейді еткісі келетіні, сол нәрсесі ұнайды. Оның анау герой болғысы келеді ғой. Келіп анау бірінші сағаттан бастап тест өтеді ғой. Сол нәрсесі ұнайды. Ана күштен ең жоғары балл алып, андай ақылдан төменгі балл алып ма? Ақылы жаз. Сіз өзіңіз мені неге теңейтін едіңіз? Примерно. Сол нақты Эрин емес. Эрин бізде мысалы алып қарасақ, патриот адамдар бар ғой, түңілген ерболат шығар бізде. Жаңағы Нарутоны білмеймін, Наруто мүмкін дастан шығар. Дастанда энергия жетеді. Сосын кей кезде шаш тікіреген ғой. Сондай. Бұл сен негіз Сайтама ұқсайсың. Күліп. Өзің не ұқсатасың? Мен ба? Мен әрине бұрында бүйтіп өзімше болып кімге ұқсататын өзімді. Бірінші Манукедағы жігітке. Балаға. Бәрін қорғап жүретін, күші көп. Бірақ та былай неп қарасам, біраз басқаша характерді қойып көрсем, әрине маған Муген деген персонаж ұнайды. Әлгі не деу ғой? Самурай Чамплудағы. Енді біз өмірдің мысалы қазір өмірге байланысты, семьялық бір статусқа байланысты өзімізді ұстап жүреміз ғой біраз. Былай егер бүкіл заттан айырылып, былай еркін болсаң, бір уақытша, онда Муген сияқты болушы едім мен. Өйткені оның характері, оның ұстанымы ұнайды. Оның өзін жүргені, жүріс-тұрысы, ойлау қабілеті. Ол қанша мысалы сырттай бір нәрсе көрінсе де, ол адал жігіт. Сонысы ұнатамын соны. Сосын мысалы бір қыз көмек сұрай береді, жанында жүретін қыз, жаңағы Фу дей ма, сол қыз. Анау Муген ешқашан көмексіз келмейді. Қайдағы көмек? Баршы бар деп. Сосын жаңағы Рен деген тағы бір жігіт бар, сол көмектесе береді, қайта-қайта. Сол үшеуі жүреді айту. Мугеннің жүрген, солармен бірге жүрген себебі ақша үшін, тамақ үшін. Бірақ та қайта-қайта бір ана екеуі өлімнің астында жатқан кезде Муген келіп құтқарады. Бәрібір ол жақсы персонаж. Сондай бір персонаж. Кім ең басында айтты, өтірік емес адамдар жақсы болады деп. Мысалы, қазір бізде өте көп өтірік қой, біздің жаңағы әлеуметтік желіміздің өзі өтірік қой. Ана самөтті біздің контент фабрикамыз сондай қой. Самөтті отырған сияқты, муляж. Сондай муляж өмірде қазір бәрі адамдар біледі ғой. Жаңа подписчиктер бәрі біледі ғой, анда үйлері өтірік екенін, сол жаңа вайнерлердің, блогерлердің. Білмейінше интернет керісінше эффект беретін сияқты, да? Ана мысалы адамдар барлығы бірден саяхаттап кеткен сияқты, сен жалғыз өзің саяхаттамай отырған сияқты болып бар. Саяхаттанып, жетістікке жетіп, миллионер болып кеткен. Миллионер болып кеткен, сөйтіп жеткізеді, бәрі менде де Алматыға келіп отқан кезде де ожидание реальность көп болды менде. Интернетте көрген кезде де деп қаласың да, бір қарасам роллтын жеп отырсың, сонымен бүйтіп телевизор көрген адамсың. Әрине. Сөйтіп көрінеді де, сырт көзінен бізге де келгенде қанай деп, еруада, орда деп айтады ғой. Қарапайым қасымда 2-3 күн жүргеннен кейін просто адам көрінесің ғой. Не көреді де, айдыл көреді де. Қалай ойлайсың, жаңағы мысалы нағыз өмірді, нағыз өзінің жағдайында жұлдыз ашық айтқан дұрыс па? Жағдай деген қандай ол? Мысалы роллтын жеп отыр дейміз ғой. Бәріміз сондаймыз ғой. Сондай жерде өттік қой кезден. Менің ойымша негізі айтқан жақсы деп ойлаймын, потому что не ұзақ емес, не қысқа, сразу айтып жіберейін қысқаша. Когда фараон дейді да, өзін не істеді ғой дейді да, өзін мен құдаймын деп санады дейді да, оның типа астында адамдар алыстан көреді, өзін алтынмен киініп алған, өзін типа
типа недотрога такой сөйтіп көрсеткен да, жаңағы құдай сияқты болып көрсеткен. Бірақ өзін үлкен дәретке барған кезде, кіші дәретке барғанда тығылып баратын болған да, түсінесіз, өзінің минусын көрсетпейтін болған. И мысалы айдлс деп айтады ғой Кореяда мысалы. И оларда андай қол жетімсіз ғой олар. Мен алыстан көрген қыздар айдыл деген атаудың өзі сондай. Айдлс дейтін, деп өліп атады ғой, бірақ өмірде қарапайым адам. Олар дейтін мана редкі салады да нелерін. Оларға дозволено, оларға сөйтіп жүруге болады, потому что әлем таниды да оларды. Әлем таниды. Ал Қазақстанның ішінде андай бүйтіп андай жұлдыз немен жүру деген сияқты келмейді сияқты Қазақстан. Потому что бізде Қытай сияқты халық көп емес, Россия сияқты, Америка сияқты халық көп емес та. Бірін таниды бір сөзбен айтқан кезде. Кейбір енді жұлдыздар болады, жаңағы өзін жаңағы мировой адам сияқты ұстайды, көрсеткісі келмейді, андай сөйтіп жүреді да. Негізі Қазақстанда простой болып жүрген дұрыс деп ойлайсың. Дұрыс деп ойлаймын мен. Мен жаңа сұрақ қойған себебі де бар, өйткені мен мысалы өзімнің әріптестерімнен де мен қазір танымайтын көп балалар бар, үлкен нәтижеге жеткен жұлдыз әртүрлі салада. Сондай адамдарды мысалы бір жаққа шақырам, осындай подкаст сияқты әлде бір жұмыспен киноға. Сол кезде байқағаным, көбісі қорқады, өзінің бір кемшілігін кім айтпақшы, кемшілігін көрсетіп қоюға қорқады екен. Сондай белгілі себептермен келе алмай қалады, бірдеңені істей алмай қалады, бірақ та айтпайды оны. Уақытым жоқ деген сияқты. Өзінде кездескен шығар, сондай көбінесе отказда негізі себеп сондай. Әйтпесе уақыт әркімде бар ғой. Сонда мен де байқағам, бізде сондай өзінің статусын, имиджін өте тым қатты қорғайды. Ол енді бір жағынан сондай өмір сүретін шығар ондай адамдар. Өйткені қазіргі айтпақшы Қытайдың қазақтары әдемі сөз тапқан, торап жұлдыздар деп. Торап жұлдыздар. Сол біздің торап жұлдыздарымыз сондай өмірмен сүреді ғой. Олардың үйін көрсетсе де әдемі қылып жинап қойып күшті. Сосын барып көрсете ме? Әлде бір үй жалдап барып сол жерде өмір сүретін сияқты көрсетеді. Сондай өмір бойы сөйтіп. Содан кейін мысалы машина сатып алып, машинаның үстіне үлкен телефондар қойып жетеді ғой. Ұсынады ғой халыққа. Түк емес, мына машинаны мен ата-анама сыйлап жатырмын деген сияқты. Ол тым қатты кетіп бара жатқан сияқты менің ойымша. Ол адамдар өздерінде мысалы кейбір адамдар ойлап қалуы дейсіз, мүмкін бұл қызғаныш туралы әңгіме деп. Қызғаныш туралы әңгіме емес. Менің ойымша сол адамдарда кейін проблема болады психологиялық. Өйткені егер өзінің жаңағы керемет деңгейде жеткеніне сеніп қалса, сол үйреніп қалса, өмірде әртүрлі зат болады ғой. Қазір мысалы коммунальный өсіп бара жатыр деген сияқты. Мен ойымды айта кетейін, мен кішкене андай жақсы жаман деген жағын айтқым келіп отқан жоқ. Мына жақтан қарауға болатын сияқты, талғам деген нәрсе бар да, ол әр кезде әртүрлі болады. Бір кезде мысалы сондай адамдарға сұраныс болады, жаңағыдай өзінің байлығын бүйтіп ашып көрсеткенге, былай бүйтіп көрсеткенге, бірақ уақыт өте келе мынау қораптың іші толады да, адамдар басқа нәрсеге қызыға бастайды. Менің ойымша қазіргі ситуация осы әңгімеден түсініп отырғаным, жаңағы қорап толып қалған сияқты да. Толып келе жатқан сияқты. Толды, енді бұдан былай талған басқа жаққа қарай, жаңағы қарапайымдылыққа қарай, өзін ашып көрсету, сол жаққа қарай өзіне жылжитын сияқты болып көрінеді. И көпшілік адаммен жұмыс істейтін әншілер мысалы, осындай моменттерді жіберіп алмау керек сияқты болып елестейді да маған. Әйтпесе басқа заманның адамы болып қаласың да, мына заманға бейімделе алмай қаласың. Біз мысалы творческий дейміз ғой, творческий адамдар, өнер адамымыз ғой. Біз сөйтіп жаратылды, Аллах тағала бізге творчество берді. Біздің жеткізетін нәрсеміз чисто андай клиппен бір нәрсені жеткізу керек, халықтың мұңын или қуанышын жеткізу керекпіз, сөзіме айтқанда. Бірақ өмірде қарапайымыз. Мен қанаймын, веселый жүремін, ал ойнайтын мынандай серьезный нәрселер деген сияқты. Клиппен жеткіземіз мысалы. Бір мұңды бүйтіп. Мен көрген клип серьезный болған. Жалпы айтамын, мысалы бір нәрсені жеткізгің келсе, клиппен жеткізесің, әнмен жеткізесің да.
бір қарапайым клипте ойлап қалуы мүмкін мынаның несі бар екен деп жаңағы өмірде жоқ деген сияқты ғой творчество оның да әртүрлі нелері бар ғой. Бізде кейбір әншілер бүйтіп студияда отырып әдемі андай свет қойып бүйтіп бірдеңесін айтады, сосын далаға шығып жүреді. Кейбір әншілер бүйтіп бассейн жанында тұрады, артында машина 3-7 деген номер. Сондай әртүрлі адамдардың несі ғой, талғамдар. Мен негізі дұрыс айтасыз, Жалғас. Оған әрине жету керек, жеткенді қалаймын. Қорап толу керек қой, былайша айтқанда. Қорап, сол менің үрейім қорап толмайтын сияқты әлі. Сол қорабымыз өсіп бара жатқан сияқты бізде. Өйткені мысалы шетелде жаңағы басқа қадамға өткен болып қойған кез келіп қойған сияқты, жаңағы мысалы ең бай адамдар, жаңағы Стив Джобс кезіндегі Билл Гейтс, олар қарапайым киінеді ғой. Анау жұлдыздардың өзі, анау кім, Киану Ривз өте қарапайым ғой, оның бәрі қызықтанады қарапайымдығына. Лос-Анджелесте, Нью-Йоркта негізі жаңағы Ди Каприо сияқты жұлдыздар бәрі жай жүреді. Адамдар үйрек қалған. Сол сияқты санаға өту Америкада жаңағы дамыған елдерде келіп қойған сол кезде. Ол теория негізі рас деген сөз. Жаңағы біз енді бара жатырмыз оған. Біз енді бара жатырмыз. Сол жаңағы қорапты біраз қалдыру керек я. Әйтпесе ол өз қорапты өз адамдар ремонт жасайды. Қорапты өздері алады. Жақсы жүреді. Өйткені расында да соның мақсаты неге адамдарға жақсы ұнайды. Өйткені олар бай болғысы келеді. Сондықтан жетістікке жеткен адамдарды көреді, соған жазылады. Олардың несі армандары ғой. Сол арман орысша айтқан кезде кормит немен ғой. Дұрыстап жеткізсе, күшті ол жеткізсе болады да, әдемі. Тек мана әншілер емес, менде мысалы бір көп сұхбаттарға барған кезде де көбісі актер, әншілерді, блогерлерді шақырады ғой. Менің ойымша басқа саладағы адамдарды көп шақыру керек деп ойлаймын. Жеткіз, мысалы, неше түрлі шахматистер бар, робот шығарыватқандар бар. Өнерлі нәрселер көп қой негізі. Солардың тоже фан базалары көп болса деймін да, мысалы. Тыңдармандары көп болса, тоже әлемді танытатындай. Әрине, біз Facebook арқылы білеміз ғой, әртүрлі биологияда жақсы жас балалар өте үлкен дәрежеге жеткен дүние жүзінде. Жаңағы робот деген демекші, мүгедек адамдарға кәдімгідей жоғарғы дәрежедегі қозғалатын қолдар жасаған, аяқтар жасаған қазақтың нелер екен? Жас балалар, ғалымдар. Жастардың қазір көбісінің бәрі кім болғың келеді десе, блогер болғым келеді дейді. Кім болғың, әнші болғым келеді дейді. Түсінесіз ба? Еріп жатқан жастардың несін айтамын да. Еліктейтін нәрсе істеймін да. Соларға да еліктесе екен деймін да. Журналист болса, мысалы, режиссер болса, әдемі деймін да. Сенде қандай тағы не болған? Басқа хобби сияқты бір жұмыс істедің ба? Нефте вахтада басқа? Қазір негізі КВН ойнадым ғой мен. КВНшікпін, Жайдарманшымын негізі. Біздер батыстың ең алғашқы чемпиондарымыз Жайдарман тарихында 2009-дың жоғарғы лиганың чемпионы болдық. Мәссаған. Есенелеукен. Есінде. Ол кезде мен 7-9 оқимын. Және де Жайдарман тарихында ең жас чемпионмын. Ең жас чемпион? Ең жас чемпион. Рикардсмен екен. Өткені мен Жахан Отарғали, Тұрсынбек, қазір Марат Кешалармен жарысып жүрген кішкентай бала болдым мен. Солармен жарысып жүрдім. Солармен жарысып жүрдім. Олар ойнап жүрген кезде. Тұрсынбек ойнап жүргенде. Көрсіз айтқанда жас не болдым. КВНчик болдық. Марат Тұрсынбектер бәрі ойлаққанша біздің жасын әппей қойықшы деп. Олар да негізі былай қарасаң, аяқ заманда ғой. Бізді қаншама жас. Нешедесің қазір? Мен 30-да. Сосын мана айтып отырсыз ғой, мен Сайтамға ұқсайды. Сіздің көбісі мені неге ұқсатады? Ана Хроника Нарнидегі бар ғой. Ана күтіп алады ғой, тұяқты жігіт. Не ма? Сау ұқсатады. Грек аңыздарының персонажы ғой. Жоқ, сен анау өзің жаңағы айтқан Геркулесте де бар ғой сондай. Геркулес, сол грек аңыздарының персонажы. Кім бер, мұғалімі. Мұғалімі. Не деп айтып жүрмін, менде сөзін тұрмын. Сен оған ренжімейсің бе сондай салықтарды?
онда мен сол айтайын деп отқам десең ойлап айтам не ана кім ғой оның аты есім өте жақсы персонаж. Иә, ол негізі аңыз кейіпкері ғой, атын ұмытып тұрмын мен де. Аңыз кейіпкер ма ол? Иә, грек аңызының кейіпкері. Мифте, Иә, иә. бас ешкі адам ғой, былайша айтқанда. Минотавр сияқты, бірақ та ешкі адамның несі орда. Бұқай емес ешкі. Иә. Минотавр бар, кентавр бар. Ешкі тавр десең. Иә. Жылқы, бұқай, ешкі. Бүкіл набор адаммен араластырып жүрген бәрі. Ал жаңағы өзің күй табақ шығайын деп жатыр. Қашан шығады? 22 шығады бұйырса. Жазып қойдың бәрін, иә? Бәрін жазып Жазып қойдым. бітіріп қойдың ба? ютубқа не акустик версиясын салып қойдым пока. На загревке. Чист гитарамен 22-сі полный оригинал версиясы шығады. Мен өзім жеке өзіме бір қызықты сұрақ. Жаңағы Бос торғай деген әнді қалай сен шығардың? Неге соны шығардың? Бос торғай дейтін әнді мен кішкентай кезінен баяғыда Г-образный отырыстар болады ғой, жер стол. Халық әні. Иә. Сол кезде айтатын болған. Сол кезде маған бірінші мелодиясы ұнады. Тоже ерекше гармониясы. Кейін сөзі өсе келе сөздің мағынасын біліп бастадым да, манағы елге деген сағыныш, елге деген махаббат. Бір сөзбен айтқанда бір Бос торғайды теңеп, бүйтіп не істеп әкеп берді да жаңағы. Менде бір не болды ғой, шум болды ғой. Кіші Біржан Қасанғалиев үстімен ар жазды, без моего разрешения, мен рұқсатымсыз алдың деген сияқты. Қандай әнді алдың сен сол кезде? Бос торғайды. Бірақ ол халық әні емес пе? Халық әні ғой, бірақ Ескендір Қасанғалиевтің әні екен. Сөзі ма? Сөзі ме, әні ме ұмытып қалады. Әні походу, әні де автор сол кісі. Ну енді шынымен де рұқсат алған жоқпын. Соған ренжіп қалды енді. Ренжігенде енді алдына өтпейсің ба деген сияқты әңгіме айтты. Мана Чайковскийге барып, сол Біржан ағамен кездестім. Сол кезде историясын айтып берген. Ескендір Қасанғалиев ағамыз өзінің командасымен Атырауға бір жаққа барады концерт қоюға. Ол кезде гостиница жоқ. Бір үйде жатады. Сол кезде қатты боран соққан екен. Боран соққан кезде бәріміз ұйықтап жатырмыз дейді. Сол кезде Бос торғай келіп терезесінің алдына бет ұрған екен. Тұқ деп. Қыста боранда. Ұйықтатпаған ғой. Бір қуған, екі қуған. Сосын содан кейін ойланып кеткен. Бүткіл құстар қыс уақытында жылы жаққа кетсе, Бос торғай өзінің жерінде қалады екен, жерін тастамай, туған жерін тастамай деп сөйтіп шыққан екен, бүйтіп пианиносын ашып деп пианиносын сөйтіп шығарған екен. Сосын менің ойым енді андай жеткізгім келді. Сол кезде енді қайғылы ай, енді қаңтар айы болып жатқан кезде бітті ғой. Сол кезде мен сондай андай шығарғым келген. Ең бірінші манағы туымыз шығып атқан, гефріміз шығып атқан, тиынымыздың заводтан шығып атқан, ақшаны шығып атқаны, мысалы үй беріліп атқаны, бәйтеректің ең бірінші стойла құрылып атқаны, Назарбаев сайланғаны, сосын желтоқсан событиясы, январский события. Оның бәрін қосқым келді. Ана Бейонсының әні бар ғой, білесіз ба? Білем. Үлкен экранда. Дәл сондай болып жеткізгім келген. Бұрынғы баяғы айтады ғой, біз қазақ мың өліп мың тірілген деген сияқты. Баяғы бүткіл хандардың нелері бәрін қосқым келді, үшін бір сөз. Сонда бәрін қосқан кезде бәрінің әр уақыттың, әр жаңағы құбылыстың кездегі болған заттардың несі мағыналар бөлек қой. Соны білсін деген ғой, как мы біз Қазақстан қалай аяққа тұрдық деген сияқты жастарға жеткізгім келді да. Әнді дәл сондай ғой, мағынасы сондай ғой, түпкі мағынасы, елге деген махаббат, елге деген не жаңағы сағыныш деген сияқты. Жаңағы торғай орған кезде ол жаңағы кімнің оқиғасы ма? Ескендір ағамның өмірде болған оқиғасы. Ол қателеспесем Моцарт па әлде Бах па? Әлде Бетховен бе, айтушылардың біреуі өзінің бір әйгілі несін жазған кезде балшықтың үстінде жатқан екен. Балшықта мысалы су бар ғой. Сосын аспан ашық, түнде жұлдыздар бетіп түседі. Жаңағы судан көрінеді жұлдыздар. Ол сол жұлдыздың арасында өз жұлдыз болып сезген. Сөйтіп жазғым дейді. Содан кейін оның сол оқиғаны айтып берген себебі бір соның композициясын бір жас композитор қайталаған музыканы.
сен мынаны ойнама, сен түсінбейсің ғой қалай жазылған деп. Ол балшықта жатып қалғанның өзі бір қатты жаңа боран, сондай кезде арбасы жүрмей қалып, сынып қалып, ат қашып кеткен ба, сөйтіп сондай бір қиын бір кезге тап болған. Содан кейін ана ұрсады, ана музыкантты. Сен егер сол уақиғаны білмесең, мына музыканы түсінбесең, неге орындайсың деп. Сөйтіп ұрсады. Сол ұрысқан жоқ па сен? Торғай саған сен терезені қақты ма деп. Сенде терезе бар ма өз деп. Жоқ, ұрысқанда енді манасы рұқсат алмадым деген кішкене көңіл алып. Сен айтпайсың ба? Мен сіздің алдыңыздан өттім ғой, сіз көрмей қалдыңыз. Былай ары бері өтіп кетті. Сіз көрмей қалдыңыз. Алдын өттім. Жалпы негізі қалай шыққан дегенде есіме түсіп кетті. Негізі маска шоу бар ғой. Маска шоуға жазған әнім ғой негізі. Жалпы. Еще мен аққу болып шықтым. Мен қателеспесем мелодияны өзгерттің бір жерінде, иә? Соңында бір екі-үш нотасы екен. Жоқ, мен дарын деген сол ма? Мен Ескендір ағаның әнін есіме түскім келсе, сондай мелодия жоқ сияқты. Мүлде басқаша естіліп тұр. Иә. Өзі менде сол арын жүршік. Сенде басқаша не басқаша? Ритм ба, темп? Гармониясы. Иә. Андай бөлі кішкене тоже ма айтып отқан саундтрекский ғой. Сол айтып тұрмын, басқаша. Сосын тональностьтар ене, иә? Иә. Ол жақта төмен болды ғой, ар жақта. Ар жақта төмен болды. Оларды кеш андай тық-тық-тық-тық-тық-тық дейтін. Саят Медеуов айтқан версия, Саят Медеуов ағамыз айтқан версиясы да вообще басқа ол дейтін андай не сияқты солдаттар жүретін. Сондай сияқты болып еткізген. Саят Медеуов алдын өтті ме? Өткен шығар ол кісі. Бәсе неге халық әні деп қабылдап кеткеніне қарады, әркім орындаған ғой. Орында, иә. Халық әні деп қабылдап кеткен болып тұр, иә. Негізі ол кісінің әні бәрі орындайды ғой. Почти халық әні болып кеткен. Иә, халық әні кетеді ғой. Шәмшір ағаның сияқты. Оның қатты атып кеткені не ғой, жаңа әскерде айтқан баланың несіне арнағасын қатты кетіп болды. Өзіне қол жұмсап әлмәдан айтқан баланың несі. Ол мен идеям емес. Ол менің продюсерімнің идеясы. Ол мен сөйтіп өз идеямды жеткіздікті сөйтіп түсіреміз деп не істеп жатқан кезде бір университеттің ішіне түсірдік қой сахнасына. Университеттің сахнасы пожалуйста қантар событиясын пожалуйста қоспаңдаршы ертең біздің университетке сөйлейді дегеннен кейін барып сол солдаттың идеясын қосып жіберуге тура келді. Ол болған оқиға ма? Солдаттың несі ма? Иә, болған оқиға. Сол кезде ма тағы бір бала қайтыс болды, өзін өлтірген мектепте. Қиын жағдай болды, иә. Содан кейін ол неге менің әніме салыстырасың деген сияқты сондай әңгіме кетті ма? Жоқ, бірінші сол рұқсатсыз алдың деген сияқты, алдынан өтпедің деген сияқты деген шығып қалды ғой. Негізі ол кісі дейтін өзімен сөйлескен кезде айтқан, негізі ондай ушығып кетеді деп ойлаған жоқ. Журналистер алтта не істеп жүрді. Журналистерге керегі сол ғой. Тақырыпты өкіртіп қоятын. Иә, кімді Ескендір Қасанғалиевтің баласы қанайды сотқа берді. Факты жаңағы. Жаңағы кісіге келеді да бүйтіп. Сіздің әніңіз ұрлап апты. Сізге айтпай, алдыңыз өтпей деп. Ойбай, мен сотқа берген жоқпын. Ойбай деп сөйтіп шықты ғой. Сосын бардым, ұшып кеткеннен кейін тікелей барайыншы дедім ғой. Не өкіп кетті деп. Сөйтсем ағам болып шықты ұрыласы. Ол кісі айтпақшы, сен бұл әңгіменің бәрі баласымен ғой, өзі қайтыс болған. Ол кісімен біз әрине таныс болғанбыз, әйелі жүріп еді ғой бірге жанында. Баласы сонда сол ән құқығын бәрін өзіне алған. Ол өзі айтатын еді, бұрын Қарақат ағаммен, Қарақат апаммен Қыдырәлі ағам бір өлеңін алып, тоже өзгерткен кезде ұрысқан екен. Мен никогда әнімді бүйтіп бұзбаңдар деп. Егер тірі болса сен сөз еститін едің, мен енді қушы дейді да, ойбай деймін ғой. Ол айтып берді да, жоқ, жақсы айттың, күшті айттың дейді. Жүрекке жетті дейді да. Просто мен өз әкемнің айтқан нәрсесін жеткізіп жатқаным ғой дейді. Просто мен саған ешқандай ренішім жоқ дейді. Просто журналистер ғой бүйтіп жүрген дейді да. Өзі саған әңгіме етсе баритонмен айтып берші әңгімені.
сізге вообще ән шықпаушы еді. қалай айтасың профессионал Құшақтасып, той жасап, салют айтып. сосын немен соскаем бүйтіп Күшті. Жалпы негізі, менің ойымша, бұл біздің енді музыканттардың тақырыбы ғой. Бұрында өте мықты әндер бар. Сол шәмші кезінен, біздің осы үлкен буынды ағалардың әндері кезінде құстар туралы бір ән бар ғой. Қазір бір бала айтты ма? Менің ойымша, қайталап айту ол өте қажет. Иә, Ол қайта бір жандандыру, жаңаның мықты мелодия мықтылығын көрсету, жаңа буындағы адамдарға көбірек таныстыру деген сияқты. Ода тұрған менің ештеңе жоқ сияқты. Иә. қазір соны мода болып кетті ғой. TikToктың әсерінен бұрынғы ескі өлеңдердің барлығы шығып жатыр ғой қайта. Шығып жатыр қазір. Екінің бірі кавер. Бірақ та әрине мен нені өте қалаймын, жаңағы авторлар ақша алу керек. Келісіп па? Иә, мысалы кімдер радиоға береді, сол ән өз авторлық ақша табады ғой, жаңа әншінің атауымен. Сол кезде негізгі авторлар ақша алу керек. Қосымша процентін алу. Процентін алу керек. 10% роялти деген бар ғой. Иә. Ол жағы дәл солай болу керек. Иә. Ал онда біздің аниме туралы әңгімеміз жартылай аниме, жартылай музыка туралы болды. Иә. Рекомендацияға қарай көшейік. Рекомендацияға көшейік. Бізде кеңес бар. Сен өзің мысалы әлі көрмесең де көргің келіп жүрген, көріп қатты ұнаған бір үш аниме айт біздің балаларға. Балалар дегенде балалар ма үлкен кісі білмеймін. Бір Көрген ән бәрі. 60 адам бар бізде. Көрген аниме туралы Аниме қандай аниме көресің? Көруге кеңес бересің. Иә, көруге кеңес бересің. қандай аниме көруге кеңес беретін Наруто. Нарутоны бәрі көріп қалған шығар. Иә, мынасы үйдің основасы ғой міне. Основасы бар ғой. Анименің основасы Наруто десем де болады. Наруто сол манағы клинок рассекающий демон и магический битва қараңыздар болды. Баяғы үштіктің несі. Сен үш Жоқ, магическая битва. Енді жаңадан келе жатқан үштік деп ойлаймын. Қалғандар мен енді қатты любителімді айта алмаймын анимені, бірақ енді қараған ұнайды маған. Сен өзіңнің екі досың бар ма тағы? Екі досым бар. Өмірде бар ма? Шоуың жүресіңдер ма? Шоуың жүреміз. Сондықтан сонда анимелер таңдайды. Ал рахмет келгенге. Сізге де көп рахмет шақырғандарыңызға.